Сәлем достар, әріптестер. Excel сабақтарын осымен жалғастырайық. Келесі сабақ листы, операция над листами, қысқаша беттер деп атады. Листы деп Excel'де астына тұрады. Листы деп аталады. Бүкіл документ книга деп аталады. Вот листы, мына документ бір лист болады. Біз келесі осындай тағы да беттер қоса береміз, қоса аламыз. Бұл беттерді можем переименовать. Бастапқы бет. Например, мысалы, осылай аттарын өзгерте аламыз, орындарымен қозғай аламыз, түсін өзгертуге болады, чтобы сразу көрінгендей өзгертуге болады. Сосын егер мана можно вот так копиясын жасауға болады. Переместить, скопировать. Мынаны басамыз да, дәл осындай шығады бет. Оның атын өзгертеміз. Давайте информация жасайық. И сосын оны скрывать ете аламыз. Скрывать етеміз да, сосын бір қараған адам осы бет бар жоқ екенін білмейді. Солай информацияны тығып тастауға болады. Оны қайтадан шығару үшін показать басамыз, окей басамыз, жаңағы бет шығады. Біз оны қорғай аламыз, защита қоя аламыз. Правой кнопканы басамыз, мышканы, защитить лист. Сосын мына осы жерде таңдаймыз. Форматирование ячеек запрет қоя аламыз, выделениеға запрет қоя аламыз, вставкаға қандай запрет қойғымыз келеді, соны қоямыз. Сосын жерге паролін жазамыз. 1, 2, 3, 4. Мысалға, сіз өзіңіздің пароліңізді қоясыз. Окейді басамыз. Тағы да парольді жазамыз. Болды. Енді осы бетте біз ештеңе істей алмаймыз. Егер де сондай документтер болса, ешкім ештеңе өзгертпесін, тиіспесін десеңіз, осылай защита қойып тастауға болады. Келесі защитаны қалай шешеміз. Защитаны шешу үшін снять защиту листа 1, 2, 3, 4. Сіз өзіңіздің пароліңізді қоясыз. Окейді басамыз, сосын қайтадан жұмыс жасай беруге болады. Осындай қысқа сабақ беттермен операция. Қозғаймыз, копиясын жасаймыз, удалить ете аламыз. Сондай аса көп операциялар жоқ. Осымен екінші сабақ аяқталды.